Стресс миға қалай әсер етеді? Ұйқыңыз қашып, өзіңізді жайсыз сезінесіз бе? Қарапайым заттарды ұмытшақ болып бара жатырсыз ба? Алаңдамаңыз. Біздің барлығымызда бұл жағдай таныс. Мүмкін сізде жай ғана стресс болуы. Стресс тек қана жаман деп айта алмаймыз. Ол энергияның источник болуы мүмкін. Көпшіліктің алдында сөйлер кезде, түрлі жарыстар алдында біз стресске түсеміз. Бұл орынды. Бұндай кезде стресс ойымызды жинақтап, нақты қадам жасауға көмектеседі. Стресстің қауіпті түрі ол хронический стресс, яғни созылмалы стресс. Бұл бір күн емес, бірнеше күнге, тіпті айлап, жылдап та созылуы мүмкін. Бұндай стресс көбінесе отбасылық ұрыс-керістен, күнделікті тұрмыстық қиыншылықтардан қалыптасады. Стресстен уақытылы арылмаса, ол біздің миымыздың жұмыс структурасының кері әсерін тигізіп, ми жұмысын нашарлатады. Стресс бізде гипоталамо-гипофизарный функцияның өзгерісімен жүреді, және надпочечниктер бізде жұмысын бұзған кезде олар көп көлемде кортизол гормонын бөледі. Кортизол көп бөліне берсе, мидағы центр страха жұмысы іске қосылады. Кортизол артқан сайын есте сақтау қабілетін нашарлайды. Кортизол артқан сайын ми гормондардың көп бөлінуі және нейрондардың жұмысы нашарлайды. Мидың ең негізгі бөліктері